Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін лосось сорпасын дайындаймыз. Лосось сорпасы ең дәмді сорпалардың бірі. Лосось сорпасы өзінің дәмімен танымал. Ең алдымен лосось бастарын жуып, желбезектерін алып тастау керек. Егер сіз бұл балық сорпасын ешқашан жеп көрмесеңіз, лосось сорпасын жасауды ұмытпаңыз. Өйткені лосось сорпасы рецепті ыңғайлы. Оны лосось басынан және құйрығынан және омыртқасынан дайындауға болады. Ал филені басқа тағамға, яғни сушиға көбіне қолдануға болады. Дайын болған бастарды үлкен кастрөлге салып, үстіне шамамен 2 литр суық су құямыз және отқа қойып қайнатамыз. Бұл сорпаны тек қана лосось балығынан емес, басқа да балықтардан пісіруге болады. Мысалы, сазан, кефал, судак деген сияқты. Егер сіз бірінші дайындап тұрған болсаңыз, тек қана сорпаны 1-2 порцияға жететіндей етіп дайындаңыз. Бұл сорпаға дәм беру үшін сәбіз бен жуаны бөлек қазанда майға қуырып аламыз. Жуаны ұсақтап турап, қызып тұрған майға қуырамыз. Жуаны әбден қуырғаннан кейін теркадан өткізілген сәбізді саламыз және екеуін жақсылап қуырамыз. Сорпаға арналған судың мөлшері рецепте көрсетілген-көрсетілмегеніне қарамастан өз қалауларыңызға байланысты қою немесе сұйық сорпа ұнатқаныңызға қарай. Сондай-ақ табаның өлшеміне және пісіру үшін алынатын ингредиенттерге назар аударған дұрыс. Сорпадағы ет, картоп, күріш, басқа да ингредиенттердің мөлшері әркімде әртүрлі болады. Қайнағаннан кейін жақсылап көбіктерін алып, тұз салып 30 минут қайнатамыз. Міне сәбіз бен жуа әбден қуырылып болды. Жарты сағат өтті. Енді балықтың басын сорпасынан сүзіп аламыз және сорпасын сүзгіден өткіземіз. Балықтың сорпасын сүзгіден өткізудің себебі сорпасында майда сүйектері болады. Сол себепті сүзгіден міндетті түрде өткіземіз. Тазарған сорпаны таза қазанға құйып, алдын ала картопты турап қоямыз және туралған картоптарды таза сорпаға саламыз және майға қуырған сәбіз бен пиязды майдан сығып сорпаға саламыз. Бұл сорпа дәмді әрі жеңіл. Бұл сорпа өте қарапайым және тез дайындалады. Сондықтан мен оны көп мөлшерде пісіруді ұсынбаймын. Сіз әрқашан жаңа хош иісті сорпаның бірнеше порциясын дайындай аласыз. Сонымен қатар, бұл сорпа жаңа піскен кезде өте дәмді болады. Ал келесі күні ол кез келген сорпамен бірдей болмайды. Енді сорпаға аз мөлшерде күріш салу керек. Көп мөлшерде салса, сорпа қою болып кетуі мүмкін. Енді барлық ингредиенттерді жұмсақ болғанша 10 минут пісіреміз. Қалауыңызша сорпаға лавр жапырағын және укроп салуыңызға болады. Дәміне қарай қызыл бұрыш, қара бұрыш салу керек. Осы уақытта балық басын бөлшектейміз және етін сүйектерден ажыратамыз. Мінекей, балықтан сорпа дайын болды. Дастарханға өз фантазияңызға қарай ұсынуға болады. Мен балықты сорпаға езіліп кетпеу үшін салмадым. Видео ұнаған болса, комментарий жазып, пікір қалдырыңыз. Келесі видеода кездескенше сау болыңыз, астарыңыз дәмді болсын.